Кайырлы күн баршаңызға. Мақтарал ауданы нөмірі 31-ші Береке жалпы орта мектебінде биылға балалар жылына орай республика көлемінде ұйымдастырылып жатқан балалардың игілігі үшін акциясының шеңберіндегі баланы құттықта атты челленджімізді бастаймыз. Құттықтауларымызды қабыл алыңыздар. Бірінші маусым балаларды қорғау күні мерекесі құтты болсын. Оқушыларымызға ашық аспан, бейбіт өмір, бақытты балалық шақ әрқашанда сыңғырлаған күлкі тілеймін. Балаларды қорғау күні бұл мереке ғана емес, сонымен қатар болашаққа бағдар жасайтын маңызды шаралардың бірі. Адамзаттың алдында тұрған зор міндет болашақ ұрпақтың бақытты өмірін қалыптастыру. Биылғы президентіміз 2022 жылды балалар жылы деп жариялауды тереңнен тереңдейміз. Балаларымыздың амандығы, бақытты өмір сүруін бізге қойған үлкен міндет деп білемін. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, биыл балалар жылы, кеше 1 маусым балалар қорғау күні болды. Құтты болсын балалар, сәбилеріміз шат күлкісіменен, қуанышымен, ата-анасымен өсіп, өніп, Құда қаласа мектепке барып, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып жатыр. Болашағымыз Құда қаласа олар. Әрқашан ертең көріне берсін, ұстаздар Құда қаласа, ата-аналар бәрі солардың рахатын көрсін. Қаншама аға әпкелері осы мектептен ұшып жатыр, солардың жақсылардың жолын берсін соларға. Осы биылғы жас түлектерге аман болсын, амандық тілеймін баршаңызға. Құрметті Береке жалпы орта мектебінің оқушылары, мен сендерді келіп жеткен балалар күнімен құттықтаймын. Сендерге тек қана ашық аспан, қызықты балалық шақ, оқуда озат, дендерің сау болуын сұраймын. Мен де сендер секілді осы Береке жалпы орта мектебін оқып, тәмамдап, ары қарай ілімімді шетел асып жалғастырдым. Менің де ілім алуыма тікелей әсер еткен осы сендер оқып жатқан, сендерге сабақ беріп жатқан мұғалім ағайлар мен апайлар болатын. Сондықтан мен сендерге осы оқуды жақсылап оқып, өсіп келе жатқан жаңа Қазақстанға аянбай қызмет етет, ілім алып, елге қызмет етет деп сенемін. Сенім білдіріп, сендерге осылай тілек білдіріп жатқан ағаларың мен Оразов Әділхан.